Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Зея Құлымбет. Бүгін біз Telegram арқылы ақша табамыз, то есть задание орындап, соған ақша аламыз. Қазір сіздерге Телеграмдағы қандай боттар ақша төлейді, қандай боттар ақша төлемейді, сол жайлы бір лайфхак айтамын. Ал қазір экранға назар аударайық. Мен өзімнің қазір Telegram каналыма кіріп, кешірім музыка бағаны скачать еткем. Міне Зея Құлымбет блогқа кіреміз. Осы мен Telegram каналыма тіркеліп отырыңыздар. Бұл жақта мен жиі өзім жайлы ақпараттар көп беріп отырамын. Лайфхактар, неше түрлі өзім қайда инвестиция жасап жатырмын арқылы менің өзім отчетым. Так, жоғарыда заработок без вложений деп тұр, соған басамыз. Ең бірінші біз заработок без вложения. Бұл жақта мен ақша төлейтін, ақша салатын әртүрлі проекттер салып отырамын. Бұның бәрі тексерілген, то есть қорықпай сделка кірсеңіздер болады. Біз қазір біріншісіне кіреміз, Тгмони дегенге. Қазір біз Telegram каналына лақтыру керек. Міне Telegram канал лақтырдық. Қазір сіздерге түсінікті болу үшін біріншісі мен историяны очистить етейін. Очистить историю, себебі сіздер ең алғаш кірген кезде тоже осыған тап боласыздар. Так, міне ең алғаш сіздер кірген кезде осылай шығады, то есть внимание на этот аккаунт много жаловались. Бұған назар аудармаймыз, себебі барлық осындай ақша табатын боттары осылай шығады. То есть Телеграмның өзінің алгоритмі бұған как-то не бұндай каналдарға қатты жақсы қарамайды. Сол себепті бұл нормально, бұл канал өтірікші мошенник емес, просто Телеграм алгоритм өзі сөйтіп шығарып береді. И жоғарыдағы скамбеген тоже назар аудармаймыз. Кірген кезде стартта басамыз. Если у вас в окне шықты, мен бірінші балансымды көре салайын. Менің балансымда қазір на проверка 1,75 рубль. То есть бұлар тексеріп жатыр. Так, заработать басамыз. Мына бірнеше заработать түрлері бар, то есть подписаться на канал, посмотреть запись, пригласить друга, получить бонус, указать личные данные, там личные данные да, ол жақта там ат жөндеріңізді, қай қала, қай ел деген секілді соны толық жазып толтырсаңыз, сізге осы 0,15 рубль береді. Давайте ең бірінші біз қарапайым басайық. Подписаться на канал басамыз. Так, перейти к каналу. Подписаться басамыз, присоединиться и проверить подписку. Так, вам начислен 0,25. Общий баланс 2 рубль болды. Тағы қазір заработать басамыз. Так, одан кейін подписаться на канал. Так, мне, к сожалению, на данный момент нет каналов, на которые можно подписаться. То есть задание бітіп қалды, мен кешеден бері біраз дедім. Бұл дегеніміз, қалай айтсам екен, реально төлегендіктен бұл жақта заданиялар бітіп отырады. И жиі кіріп тұрсаңыз болады. То есть, мысалы, бүгін бір задание орындадық, бітіп қалды. Там 2 сағаттан кейін тағы оралыңыз, тағы орындайсыз, сөйтіп отырасыз. Әрине бұл жерде сізге бір көп 10 20 деп табу деп айта алмаймын, бірақ сонда да егер нормальный уақыт бөлсеңіз, бір телефон единицасына шығарса болады. Әрине егер достарыңыз өте көп болса, онда бір досыңызға 1 рубль алсаңыз, егер 1000 досыңыз болса, 1000 рубль спокойно адам шақырып аласыз. В принципе, осылай, но бұл реально төлейтін бот, тексерілген, біраз көптеген ақпараттар қарап, бұл шығаратын бот екеніне көзім жетті. Одан кейін достар, лайфхак, ақша төлемейтін боттар, олар қандай боттар? Қазір сізге көрсетейін. Поискқа жазамын, бір боттқа есімде қалды. Profit бот деп жазайын. Қазір көрсетейін, ақша төлемейтін боттар қандай болады. Міне, так, қазір неяқтан бір не көреді. Profit бот деген науым екен, қазір көрейінші мен. Курс дейді. Тоже бұл емес. Profit бот. Мен жоқ, бұл жаққа керек қазір. Мен кеше бір ботқа тіркелген, бірақ егер оны удалить деп салмасам өзім. Походу удалить деп салдым. Поиспен көрейік, бұлай жазайық орысша. Profit бот дейік.
міне Profit Bot мынау сияқты походу егер старт. Так. Жоқ, бұл да емес. Ладно, достар, қазір мен ол каналды есімде жоқ, уже бір Profit Bot деп аталатын. Ондай лохотрон каналдарды қалай білсеңіз болады. То есть сіздер тіркелген кезде за задание 100 рубль, 200 рубль көп береді. Но былай айтқанда сіздер кәдімгідей көздеріңіз жайнап кетеді, ол көп ақша береді екен деп. На самом деле ол өтірік. Ол сөйтіп адамдарды заманывать етеді, и ол ондай көп не төлемейді. То есть егер бот көп төлеймін деп жатса, 50 рубль, 100 рубль, 200 рубль, онда сразу боттан шығып кетіңіз. Өтірік ол, ақша төлемейді ол сіздерге. В принципе, осылай, достар. Мен телеграм каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мен осындай бөліп қойғам. Зеқұлбет блогына тіркеліп, көптеген ақпараттар алып отырыңыздар. Байтекске де регистрация, мысалы. Мен байқана өзім қайда инвестиция жасап жатырмын, сол боттарды мен рекомендацияға беремін. Қазір мен ақша табатын каналды дамытып, пока бұл жақта подписчик аз. Егер тіркелем десеңіз тіркеліңіз. Міне Зеқұлбет Money деген. Ноной де қойыппын. Ладно, Ноной емес, Money. Қазір сіздерге кіріп көрсетейін. Зеқұлбет Money. Міне бұл ботты мен ақырында дамытып жатырмын, болған толтырып жатырмын. То есть реакция бере аласыздар, жақсы жаман. Міне бассаңыз, осы бір шығады. Арнайы бот қосып жатырмын. Мынау жақтағы мен тексерген боттар. Әрине кейбір жерлерін тексеріп, обновление жасап қою керек. Ай сайын кіріп, тексеріп, қайсы істеп тұр, істемей тұр деген секілді. Осылай мен өзімнің телеграм каналымды ақырындап дамытып жатырмын. Егер тіркелем десеңіз, Зеқұлбет Moneyға тіркеліңіз, ссылкасын астына қоямын, және Зеқұлбет блогыма тіркеліңіз. Осындай, достар. Сіздер болған Зеқұлбет, егер сізге ақпарат пайдалы болса, подписаться кнопкасын басып отырыңыз, YouTube каналыма тіркеліп отырыңыз, және бұндай ақша шығаратын телеграм каналдардың ссылкасын тағы беретін боламын. Так что көп ұзамай алыстамаңыздар, колокольчикті басыңыздар, видео шыққан кезде сіздер бірінші болып көресіздер. Келесі жүздескенше.